Енді шыны керек, құрметті Хазірет, өзіңізден бастасақ. Мынау енді білесіз, біздің даламызға мынау асыл дініміз ислам бейбітшілікпен келді. Біздің тарих кітаптарымызда зерттеушілер, ғалымдар жалпы біздің осы ислам дінін жүрек қалауымен қабылдағанын айтады. Ешқандай соғыссыз, бейбітшілікпен. Дегенмен енді өкінішке орай деп айтсақ болады, соңғы кездері осы ислам дінін қоғамның дамуына бір кедергі келтіретін дін сияқты бір қарайтын кейбіреулер бар. Дінді бір әрқашан бір қазақ оны төрде ұстаса, бүгінгі кезде оны бір соңғы бір қараңғылық деп қарайтындар да бар. Осыған қатысты бір жалпы ислам діні туралы бір өзіңіз жақсылап түсіндіріп өтсеңіз, Хазірет. Рахмет, құрметті Батыржан Қажы Берденұлы. Алла разы болсын. Бүгінгі біздің сұхбатымыз өзіміз үшін, халқымыз үшін пайдалы болуды Алла нәсіп етсін. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аса рахымды, ерекше мейірімді Алла Тағаланың атымен бастаймын. Сөз алдында Аллаға мақтау мадақ айтам. Сүйікті пайғамбарымыз Мұхаммедке салауаттар мен сәлемдері болсын. Өзімізге, елімізге амандық, жақсылық нәсіп етсін. Әрине, хақтың ислам бұл Құдайдың берген үлкен қазақ халқы үшін үлкен нығметі. Біздің бабаларымыз бұл дінді қабылдап қана қоймай, бұл дінді ерекше қастерлеген, бұл дінді қасиет тұтқан, бұл дінге берік болған, бұл дінді оқып, біліп, тіптен бабаларымыздың қатарынан әлемдік деңгейдегі танымалы көптеген ғалымдар шыққан, Аллаға шүкір. Діннің біздің тарихи тағылымына келетін болсақ, жалпы дініміздің, ислам діні енді әртүрлі деректер бар. Біздің жерімізге келуіне байланысты, соның бірінде 8 ғасырдың басында келді деп айтылатын болсақ, сол күннен бастап күні бүгінге дейін Аллаға шүкір қазақ елінде негізгі дін бұл ислам болып танылып, мойынданып келе жатқаны баршамызға аян белгілі. Аллаға шүкір, ислам діні біздің жерімізге келгенге дейін де біздің бабаларымыз текті болды. Бір Құдайға сенгендігі белгілі, бір жаратушыға сенгендігі. Тәңірі деп те айтамыз ғой біз Құдайды. Тәңіріміз, Құдайымыз, Алламыз, Раббымыз. Әртүрлі бақытта біз Аллаға шүкір жаратушы Алланы мойындап, Аллаға иман еткен халықтың ұрпағымыз біз. Сол дініміз келгелі, Аллаға шүкір, ислам діні келгелі. Соның ішінде қазақ елінің ғылымда, мәдениетте жалпы өркендеуі болғандығы жөнінде басқа елдің, соның ішінде батыс елдердің ғалымдарының айтып жазғаны баршамызға белгілі. Қазіргі кездегі біздің ғылым саласындағы сөздік қорымызда да дінімізге қатысты көптеген сөздер бар екені белгілі. Аллаға шүкір, бұның барлығы сол ислам дінінің бізге білімді үйретуі, және ислам білімді қолдайтындығы, ислам ғылымды қолдайтындығының көрсеткіші деп айтуға болады. Ал енді ислам жалпы Алла Тағалаға толық бойсыну деген мағынаны білдіреді. Сондай-ақ сәлам деген сөзден келіп шыққан түбірі ислам дегеніміз ол амандық. Ислам бұл бейбітшілік. Ислам бұл Құдайға мойынсыну. Яғни Алла Тағалаға мойынсыну. Пайғамбарымыз айтады ғой хадисінде, Алланы жақсы көрмейінше, мені толық жақсы көрмейінше имандарың толық болмайды дейді. Ал енді Алланы жақсы көру деген, біз Алланы қалай жақсы көреміз? Алланың айтқанын орындау арқылы біз Құдайды жақсы көреміз. Құдай Тағала бізге, сіз бен бізге алдымен жүрегіміздің таза болуын айтады. Кімнің жүрегі таза болса, Құдай алдында оның абыройы жоғары екендігін айтады. Сондықтан біз сыртқы бейнеміз емес, ішкі дүниеміздің тазалығы бұл мінекі нағыз ислам. Пайғамбарымыз да оған Алланың салауаты мен сәлем болсын хадистерінде осылай келтіреді. Ол дүниеге барған кезде адам баласының жүрегіне қарап сұралатыны, оның амалының ықыласты болуы, шынайы болуы негізге алынатындығы жөнінде пайғамбарымыз көптеген хадистерінде жеткізген. Сол сияқты Алла Тағала Құран-ы Каримде айтады: Аллаху
Валиюллазина аману юхриджухум миназ-зулумати илан-нур. Садақаллахул азим. Алла тағала бізге өзінің дос екендігін, яғни Аллаға иман еткен адам Құдайдың дос екендігін айтады. Бізде кейде біздің бабаларымыз өзін қарапайым санап, өзін кіші санап, мен Құдайдың құлымын, Құдайдың пендесімін, бәндәсімін деп жазады, білесіздер, ғалымдарымыз. Пендесіміз деп те айтылып жатады. Соның бірі Құдай тағала өзіне иман еткендерді өзіне дос деп айтып жатыр Құран-ы Кәрим. Яғни Аллаға иман еткен, Құдайдың бұйрығын орындаған, Құдайдың тыйған істерден тыйылған адамдар Алла қаласа ол Алланың досы дәрежесіне жетеді. Яғни бізде оны әулиелік деп те айтады. Аллаға шүкір, бізде Аллаға шүкір жерімізде көптеген әулиелер шыққан. Ал енді ислам жөнінде айта беретін көп дүниелер бар. Соның бірі біздің Ахмет Яссауи бабамыз, Алла тағала оны рахметін алсын, дінді насихаттағаны баршамызға белгілі. Ол кісі бір сөзінде айтады: хаққа қызмет халыққа қызмет етуден басталады. Халыққа қызмет ету үшін адам баласы қарапайым, кішіпейіл болу керек дейді. Шынында да шариғатымызда да дінді түсіндіретін адам қарапайым болса, ол адамды ел жақсы көреді, қоғам жақсы көреді. Және дінді насихаттаушы адам қолынан келгенше өзі сол істе, амалда, яғни айтқан дүниелерінде болуы маңызды. Сондықтан барынша біздің бабаларымыз мінекей өздері қарапайым болған, кішіпейіл болған, сондай әулиелік дәрежеге жеткен. Қазіргі таңда ол кісілер дүниеден өтіп кетсе де, қарасақ, бір ойласақ, біздің бабамыз дүниеден өтіп кетті, Қожа Ахмет Яссауи бабамыз. Бірақ ол кісінің абыройы бізге әлге дейін ырысық болып келе жатыр. Әлге дейін сол бабамыз құрметтеп, әлем бізді сыйлайды, әлем бізге құрмет етеді. Мен өзім білесіздер, осы қызметтің аясында көптеген ел басшылары елімізге келген кезде Түркістанға барып, бабамыздың басына зиярат етеді, біздің мемлекет басшысыменен. Сонда біз бірге боламыз. Бір ауыз сөзбен айтқан кезде халық та келіп сол жерді зиярат етіп жатыр, ел басшылары да келіп сол жерді зиярат етіп жатыр. Ол кісілер дүниеден өтсе де біздің елімізді сол кісілердің құрметіне келіп, сол кісілерге Құран оқитын қанша адамдар құрмет етіп жатыр. Бұның барлығы мінекей ислам дініміздің құдіреті, қасиеті екендігін айтуға болады. Ал енді Шәкәрім бабамыз біздің дініміз ислам жөнінде бұл не дейді? Ислам бұл ар ұждан дін дейді. Өзінің үш анық еңбегінде айтады: ар ілімі діннің негізі дейді біздің Шәкәрім бабамыз. Қараңызшы, ислам дінін осылай дәріптеген біздің Шәкәрім бабамыз. Және айтады, дін қорқыныш үшін емес, адалдық пен әділдік үшін дінді ұстану керек дейді Шәкәрім бабамыз. Сол сияқты Яссауи бабамыз да сопылық жол арқылы жүрек тазалығы деп атайды, дінімізді жүректің тазалығы. Яғни дін ұстанушы адам, ислам дініндегі адам ол жүрегінің тазалығына көңіл бөлу керектігін айтады. Аллаға махаббатты айтады. Соның ішінде нәпсіні тыюды айтады біздің бабамыз. Сондай сабырлықты айтады. Енді сабырлықтың ең үлкен дәрежесін көрсеткен біздің бабамыз. Оны қазір енді мынау қысқа біздің сұхбатымызда көп айтып, уақытты көп алмайын. Енді бабамыз жалпы өзі айтып қоймай, үлкен өмірдегі қиындықтарға ол кісі өте үлкен сабырлық танытқанын біз жақсы білеміз кітаптарынан. Алла тағала ол кісілерге разы болсын, Алла ол кісілерге жәннат нәсіп етсін. Мінекей біздің бабаларымыз бір ауыз сөзбен айтқан кезде ислам дінін осылай дәріптеп насихат. Ал енді қазіргі уақытта келетін болсақ, әрине барлығымыз сол бабаларға ұқсауға тырысуымыз қажет. Әрине пенде болғаннан кейін қателік болады. Дінде мәселе жоқ, дінде қателік жоқ. Бірақ пенде, кейде дін ұстаған пенде, болмаса мұсылман адам, немесе намаз оқыған адам, немесе уағыз айтып жүрген біздің кейбір бауырларымыздың қателігін кейде діннің қателігі деп санау, ол әрине дұрыс емес. Сондықтан әрбір мұсылман осы жауапкершілікті сезсе, қазіргі таңда исламды ұстанған 5 уақыт намаз оқитын адам барынша сол бойында да ислам оларда көрінетін болса. Мысалы, қарапайым мысалдар көп. Мынау көліктерді қоюға қатысты көбіне айтып жатады. Мысалы, мешітке келген кісілер кейде жол жауып қойған кезде қоғамдағы кейбір кісілер ренжіп жатады. Әрине ол дұрыс емес. Біздің дініміз білесіздер, барлығыңыз жақсы білесіздер, пайғамбарымыздың керемет хадисі бар. Ол кісіге Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Иманның ең абзалы ла иляха илlallah болса, соның бірі көшеде жатқан адамға зиян тигізетін тастарды көшеден тазалап тастауда иманға жатады дейді. Яғни бір ауыз сөзбен айтқан кезде
тастың өзін алып тастау иманға жатса енді көлікті қалай қойып кетесіз жолға. Сондықтан барынша әрине ешкімге зиян тигізбеуге біз тырысуымыз керек. Әрине екінші жағы бар. Көпшілік болғаннан кейін адамдар біреу оны біреу білмей жатады. Сондықтан осы шараларға жауапты азаматтар халықтың келіп кетуінің жағдайын ойласа екен деп те айтып кетуге болады бұл жерде. Өйткені халық көп жерде кез келген мерекелерде қауіпсіздіктер, жалпы басқа адамға кедергі бермеу мәселелері қаралады ғой. Сондықтан осындай айт намаздарында, жұма күндерде сол имамдарымыз бар, басқа да жауапты жаңағы қаладағы жауапты азаматтар осы халықтың келіп кетуіне қатысты қолдан келгенше біріккен шараларды ұйымдастыру арқылы бір-біріне зиян тигізбеу үшін бірге қызмет етсек, Алла қаласа бұл мәселелер шешіледі деп ойлаймын. Бір ауыз сөзбен айтқан кезде мұсылман баласы қайда болсақ та біреуге зиян тигізбей пайдамыз тисе, нағыз ислам деген осы. Бәрекелді Хазірет. Алла разы болсын Хазірет. Баршамызға. Расында да өзіңіз жоғарыда айтқандай исламның сұлулығын мұсылман көрсетсе дейсіз ғой.